Осы айда кредитті төлей алмайын деп тұрмын. 2-3 күнде төлейтін уақыты келді, менде көк тиын жоқ. Не істесем болады? Қарыз алмаған жерім жоқ, енді маған кредит те бермейді. Ағайын туған туысқандардан да ұят болды. Ертең оларға хабарласып мазаны алмай ма? Мінекей осындай. Одан кейін счеттарын арестке қоймай ма? Коллекторға өткізіп жібермей ма? Мені соттамай ма? Алаяқтық деген не? Кредитті жалпы кешіктіргенде не болады? Мені қандай қауіп, қатер, қандай салдар күтіп тұр? Осыған байланысты сіздер бірінші мен сіздерге тапсырмам, осы видеоның астына өзіңіздің жүрегіңіздегі, ойыңыздағы барлық үрей, қорқынышты кредитті төлемеуге байланысты соны жазып шығыңыздар. Одан кейін сіздерге дәл осы сұрақтарға кредит кешіктіргенде не болады? Кредитті төлей алмай жатсам, маған не істей алады? Соттата ма, арестке қоя ма, мүліктерін тартып ала ма, не қыламын, не істеймін, не болады деген сұрақтарға жауап беретін тамаша сабақ керек па? Және ол сіздерге арзан бағада керек па? Сол туралы пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал кеттік.